Біздің елде сұмдық жағдай болып жатыр. Мен соны солай қабылдап отырмын. Сайып келгенде мемлекеттік қызметкерлерге сіздер мемлекеттік тілді білулеріңіз керек. Қалай сіздер қызмет көрсетіп жатырсыздар? Сіздер тілдік дискриминация істеп отырсыздар. Но мен өзімнен қоссам, Диастың сөздер болғанда мағынасы сондай. Менің өзімнің қосатын сөздерім ол жаңағы әрекеттеріміз мемлекеттік тілге түкіргендермен басқаша айта алмаймын. Олар ұлт араға да сына қағып отыр 100%. Аманаттан бастап биліктегі риддердің барлық билік сатысындағылар. Мен ойлаймын, сол Шығыс Қазақстанда жалғыз сол риддер емес. Ол жалғыз Шығыс Қазақстанда емес. Соны мінеке сондай жараны ашты Диас. Енді сол мемлекеттік қызметкерлер сонысымен қоймай, мына қылмыстық іс қозғалтуға мұрындық болып, мына полицияны жіберді. Полиция мүмкін өзі де құлшынып тұрды. Мен білмеймін, тінту жасады. Диастың үйіне тінту жасады. Енді ол осы мемлекетке қарсы, ұлттық мүддеге қарсы, егер бір енді қылмыскер тағы да біреу болса, ол осылай блогер қылып, оны ешкім тайраңдатып қоймаушы еді. Оның барлық нелерін қарасаңыздар, барлық блогтарын қарасаңыздар, әлде қалай аталады әйтеуір, ютубтағы каналындағы әйтеуір нелерін қарасаңыздар, барлығы оның мінеки мемлекеттік тілді осы елде тұғырына қондыру мақсаты. Енді өзінің кішкентай адам ретінде, блогер ретінде әйтеуір соған атсалысу. Қасым-Жомарт Кемелұлы, қандай біз масқара елде тұрмыз? Президент мырза, сіз осыны әдейі істеп отырмасаңыз, мен бағана өзімнің немде айтқам, осыны білгенде табанда, сіз Ресей Федерациясына бізді губерниялыққа дайындап отырмасаңыз, сіз онда мына риддердағы мен айта алмаймын басқаша, енді олар қылмыскерлер. Өйткені мемлекеттің бірінші рәмізіне қарсы жұмыс деп отыр. Соны мемлекеттік тілді білу керексіз деген адамның үстіне қылмыстық іс қозғалтып, соның үстіне тінту жүргізген нағыз мемлекеттілікке қарсы, мемлекет құрушы қазақ ұлтына қарсы елді шайқалтатын, жаңағы мемлекеттік тырнақшаның ішіндегі қызметкерлерін барлығын әйтеуір жұмыстан ұтқытып, жұмыс орындарын босатып, өздерін қылмыстық іске тартуыңызды талап етеміз. Сол айтпағым. Мынау масқара, мынау бүкіл дүние жүзіне масқара. Біздің мемлекет масқара болып жатырмыз. Басқа сөз жоқ. Өзіміздің мемлекетіміздің тілін дәріптейтін адамның үстіне қылмыстық іс қозғалып жатыр. Қасым-Жомарт мырза, сіздің қол астыңызда.